Сәлем достар! Біз бүгін Покердом сайтындағы жаңа ойындарды және де жаңа стратегияларды көреміз. Ең бастысы айтарым, бұл тек қана ойын сауық. Бұл жерде құмарланып кетпеңіздер, соңғы ақшаларыңызды құртып, қарызға батып кетпеңіздер. Сондықтан тек қана рахаттану үшін, тек қана ойын сауық, жаңа эмоцияны сезіну үшін, тек қана осы демалу үшін кіру керек. Жарай ма? Осыны ұмытпаңыздар. Енді Покердом сайтына сілтемесі бар. Бұл сілтеме видеоның астында. Соны бассаңыз, дәл сол сәтте Покердом сайтына өтесіздер. Оған қоса экранда промокод шығып тұр. Осы промокодты Покердом сайтына жазсаңыз, сыйлық аласыз. Бұл промокод жәнедегі сілтеме сияқты видеоның астында да жазылып тұр. Жарайды достар, бастайық. Бүгін біз Tower деген ойынды ойнаймыз. Бұл жерде өте қызық стратегия, 30% үлкен деп ойлаймын. Қазір көреміз. Ал енді достар, бүгін біз мини деген ойынды ойнаймыз. Көреміз, қалай бұл жерде қандай стратегия бар екенін. Соны ойнау үшін бірінші іздеп көрейік. Сайтта Minus деп жазасыздар. Негізі Minus деп оқылады, бірақ Minus деп жазылады. Именно мына ойынды. Мына жерде бриллиант тұрға, алмас тұр, соны бас. Кірдік. Енді осы жерге кірген соң, осы ортасын аламыз да, мен қазір дауысын өшірейінші, маған дауысы ұнамайды. Керемет. Болды, қараңыздар. Біз 7 минаны таңдаймыз. 7 минаны таңдап 300-ден бастайық, я? Қараңыздар, сіз ең бастапқы бізде 300 теңге ставка тұр. Дұрыс па? Енді бізде 45 мың қазір баланста болды. Тек қана төбесін ұтылдық. Астын басу керек едік. Жарайды. Енді ұтылып қалсаңыз, 2 есе көтересіз ставкаңызды. Ол 600 болу керек, бірақ бұл жерде өкінішке орай 600-ға дейін көтерілмей, 750-ге дейін көтеріледі екен. Жарайды. 2 есе негізі 2 еседен аз емес ең бастысы. Жарайды, 750-ге дейін көтердік та, асты, үсті асты. Ұттық. Болды, ақшамызды қайтарып алдық та, қайтадан 300-ге қайтамыз. Көрдіңіз, я? Ұттыңыз ба, 2 есеге көтеріп, қайтадан бастапқы ставкаңызға қайтарылу керексіздер. Бөтте бастық. 1, 2. Тек қана асты үсті, тек қана осы бұрышта. Басқа жерді баспай қойыңыздар. Осындай стратегиямен ұтасыздар. Ұттық. Керемет. Біз қанша мыңнан бастадық? 45 мыңнан бастадық ба? Енді қайтарып отырмыз. Жарайды. Так. Или қанша мыңнан бастадық? Есімде жоқ. Мақыл 45 дей берейікші. Ұтылып қалдық. Ештеңе етпейді. Ашуланбай 750-ге дейін көтердік. 1, 2. Асты, үсті. Керемет, ақшамызды қайтарып алдық. Қайтадан 300-ге дейін түсейік. Түстікте бет деп басамыз. 1, 2. Керемет. Осы ойынды, бұл ойын болсын, басқа ойын болсын, ашуланбай, рахаттанып ойнаңыздар. Өйткені білесіздер өздеріңіз. Мен ұтылып қалдым. Енді 750-ді 2-ге көбейтсек, 1000 болады, я? 1000 қоямыз қазір ставканы. 1000. Ұттық. Мен білдім ұтатынымды деп тұрмын. Әрине бұл стратегиямен ұтасын. 300-ге дейін көтердік қайтан ставкамызды. 1, 2. Ұттық. Қайтадан 300 теңге қойдық. Ұттық, асты, үсті. Өтте оңай. Қайтадан асты. Ойба, асты деп үстін басып отырмын ба? Ұтылып қалдық. Енді қараңыздар. 300-ді қайтадан 2 есеге көтереміз. 2 есе ол 600 емес пе 300-дің, я? Бірақ 750 дейді. Жарайды, 750 бола берсін. 750 теңге қойдық. Үсті, асты. Болды, ақшамызды қайтарып алдық. Қайтадан 300-ге дейін түсейік. Айтпақшы достар, қараңыздар. Сіздер мысалы киноға барғанда, енді кино емес, енді кинода болсын, такси болсын, не болсын, киномен айта берейін. Киноға барып, билетке ақшасын төлеп, 2000 теңге мысалы төледіңізді, 2 сағат кино көріп, шығып болған соң ақшамды қайтарыңдар деп айқайламайсыздар ғой, дұрыс па? Сіздер уже білесіздер, болды 2000 теңге, жоқ, мен онымен қоштастым деп. Тура дәл солай осы Покердом болсын, любой сайт, қай сайт болсын, қандай ойын болсын, осындай ойындар ойнағанда дәл солай ойлану керек.
мен қанша бос ақшам бар, сол ақшаны ғана құртам деп. Одан соңғы ақшаңызды салып, қарызға батып жүрмеңіздер. Сәл сана сезім болу керек. Мысалы, егер де құмарланып кетсеңіз, онда достарыңызға, отбасыларға, үйдегілерге айтыңыздар. Маған көмек керек, құмарланып кетіп бара жатырмын деп айту керек. Бұдан ешқандай ұят жоқ, ештеңе жоқ. Ең бастысы уақытымен тоқтату керек та. Ол әр адам ондай емес. Көп адамдар бар, жыл сайын ойнайды, бос ақшасын ғана құртады. Олар үшін тек қана ойын-сауық. Сіздер де солай қарау керексіздер. Жарай ма? Осыны ұмытпаңыздар. Жарайды, достар. 300-ге дейін қайтадан түсірдік, ставкамызды ұттық, және де ұтылдық. 750-ге дейін онда көтереміз ставкамызды. 1, 2, ұтылып жатырмыз. Жарайды, 1500-ға дейін қоямыз. Қай жаққа кетіп қалдым. 1500, мына стрелкалармен басасыз ба? 1500 қойдық. 1, онда 3000 қоямыз қазір. 3000 қойғызбай жатыр, қараңыз, 2,5 болмаса 3270. Бір түрлі көбейіледі екен мына жерде ставкалар негізі. Жарайды, 3750 қояйық. Мен стратегиям бойынша ең бастысы, ұттық болды. Ең бастысы еседен түспеу керек ставкамыз. Ұтылған кезде. Жарайды, 300-ге дейін қайтадан түсеміз. Бәт. Асты. Керемет. Керемет, достар. Тағы да бетте басамыз. 1, 2. Керемет. Так, достар, тағы да күтейік. Төбесі. Жарайды, 750-ге дейін көтеріп жатырмыз. 500-ге дейін көтерсеңіз, ол дұрыс болмайды, өйткені сіз өзіңіздің қойған, осыған дейін ұтылған ставканы қайтару керексіз. Дұрыс па? Сондықтан не үшін 2 есе көтерілу керек деп айтқаным. Қайтадан 300-ге дейін түстік. Керемет. Асты. Ой, рахат. 50 қанша мыңға жеткізейік? 55 мыңға дейін жеткізіп шыға берейік. Біз 43 ба 45 мың кірдік ба, 10 мың істей берейік. Примерно 10 мың жасап болған соң болды, шыға берейік. Өйткені әр қашан да ұмытпаңыздар, әр ойынның өзінің уақытысы болады. Болды ма, осы ақшаға дейін жеткізем, или осы минут ойнайым десеңіз, болды, жетті ма, кету керек. Өз сөзінде тұратын адам болу керек, дұрыс па? Сондықтан қаншама азарт өліп жатсаңыз да тоқтау керек, достар. Ұмытпаңыздар. Мінекей, минаға бас қалдық. Сонда 750-ге дейін көтереміз ақшамызды, ставкамызды қайтадан. Олдан мен әкел деді ғой ақшамды. Жоқ жаным, ол мен қайтарам. Сен ойлап жатсың, мен 1500 салып жатырмын. Не дейді, эмоцияма басылып, мұздай басым. Холодный разум жоқ деп ойлап жатсың ба, айналайын, я тебя переиграю и уничтожу деген мен бар ғой, сондай болып отыр. Так, 1, 2, 3, жоқ, я тебя деп жатыр ма? Жарайды, онда 750-ге дейін көтерейік. Мен, по-моему, зря быканула. Кешірші, пожалуйста, тоқташы. Жарайды, ұмытқаным ғой, 3750 қоямыз қазір. Осамда не, сабыр сақтаңыздар деймін да сіздерге, өзім беріліп кетем ғой ойнағанда, достар. Конкретно прям. Жарайды, 300-ге дейін түсірдік. Сен соншама ақша қойып, не үшін 300-ге дейін түсіп атсың деп түсінбей жатыр ма ойын мені? Мен сонда стратегия не істейсің, 1500-ға дейін қоямыз. Жарайды, не болды, мына соншама ашуланып кетті ғой, не температура, Джеки Чан, тоқта. 1, 2. Қайтарып алдық. Мен қанша дедім, 55 мыңға дейін жеткізейік дедім бе? Мынандай темппен жеткізем ғой, я? Блин, жарайды, 750-ге дейін қайтадан көтердік. Негізі қызық өстіп, ойнап, өзімен өзін сөйлесіп жүрсін, рахат ер. Так, ұттық, керемет. Ұттық.
қайтадан 300-ге дейін түсеміз, бет деп қоямыз. Үсті асты, қазір 55 мыңға дейін қазір жеткізіп алайын, достар. И керемет болады. Қайтадан. Бет. Оп-оңай, оп-оңай. Үсті асты. Оп-оңайдың оп-оңай о. Қазір маған айтады, сен көп құтырып атсың деймін. Сондай сияқты да кейбір кезде бүйтіп ойланасың, енді точно газ болмайды деп. Бірақ болады. Қорықпаңдар, бәрі болады. Асты үсті. Басқа рядтарға өтпеңіздер. Бір рядтан бастадыңыздар, болды, сол рядта отырыңыздар. Міне. 750-ге дейін көтерейік. Мен білдім, мен сезіп тұрдым. Басқанда уже сездім, айналайын сен. Вот прям қазірде сездім деп алдаған ба? Жоқ, қазір сезбедім дегізі. Жарайды, 1,5-ға дейін көтерейік ставкамызды. Ай, блин, жарайды. 3,000-ға дейін көтерейік. Мен 1,5 қойдым ба қайттан? Аха, достар, қазір дұрыс демей қалдым. 1,5-ды 2-ге көбейсек 3,750, тағы да көтеріп. Жарайды, онда мен қазір примерно 5,000 қою керекпін ғой, чтобы қайтару үшін, я. Жарайды. Терлеп кеттім қазір немножко 5,000-ді қойып. Қайтадан 300-ге қайтара сал. Ой, біз уже 55-ге, 55,000-ға жақындап қалдық, достар. Так, аха, жарайды. Менің маған осылай дейді. Онда 1,5 қояйық. Ай, бәрекелді. 3,750 қояйық онда басынан. 1, 2. Қайтардық. Болды, 55,000 жасадық. Достар, көрдіңіздер, стратегия өте оңай. Осы ойынды ойнап көріңіздер, мини деген. Ал енді ұмытпаңыздар, бұл тек қана ойын сауық. Бұл жерде рахаттану, демалу үшін келіңіздер. Енді тағы да айтарым, покердом сайтының сілтемесі видеоның астында бар. Промокодты видеоның астында жазылып тұр. Сол промокодты сайтқа жазып, өзіңіздің сыйлығыңызды алып кетіңіздер. Рахмет, достар, сау болыңыздар.